Әбіш Кекілбаевтың күй повесіне арнау. Қазақта бір жас жігіт сырматты, жігітке құрбан шал жол бастапты. Картаға түсіріп жүр Түркімен жерін, ақсақал оқиғасын баяндапты. Түркіменде болыпты қос батырлар, көкбөрімен жөнейет қас батырлар. Қазақта дүйім қара бар бір дүлей, көміпті көкбөріні ол тірідей. Жөнейет естіпті істің жайын, кектенді ашуланып айтқан сайын. Қазаққа қол жіберді ызаменен, шауып қайтсын, ешкімді аямаймын. Мәңгүрт етті жігіттерін аяусыз, күң етті қыздарын да ойлаусыз. Тұтқын болған сол күндегі жастардың әттеген ай болды өмірі баянсыз. Жөнейетті ыза қысып бұлқынды, келмеді деп күткен дұшпан жұлқынды. Дүйім қара өлмей жаны жай таппай, кек алуға тағы бір сәт құлқынды. Соғысқа аттандырды дәулетті кенже ұлын, ұстап көрмесе де қолына қару бұрын. Сол жорықтан баласы оралмапты, Жөнейетті қаумалады қалың дүйім. Жөнейет жыламады дел сал күйде, қырық өткенше шықпады жатты үйде. Қалың ой қамады өзін жазғырады, сөйлей алмай қала берді тіпті кейде. Үй алдында байлауды жас тұтқын тұр, тұтқынын қарауылдап күзетші жүр. Жөнейеттің шаңырағында жиын болып кіргізді сол жиынға тұтқынды. Ұстатты домбырасын қолына кеп, Жөнейет көз алмады тіміскілеп. Су қара сүлдері бар мына сорлы, дәулетімнің құнына татырмай. Көз алмады жігіттен жиылған жұрт. Домбырасын шертіп кетті күйші жігіт. Тыңдаса мына күйді sıрадағы тұрғандай дәулетінің күйші. Жөнейеттен күйшіде көз алмады, батырда сынап қарап қозғалмады. Іштегі қатып қалған тасы жібіп, Жөнейеттің көзінен жас парлады. Әкетіңдер, көміңдер жол бойына, істеп жатыр жауыздың келгенін ойға. Басын ғана шығарып көміп кетті, біреу-міреу босатар көрген ойда. Жөнейет тыншымады аласырып, түс көреді күйшіні көміп жүріп. Оралады сол жерден кете алмайды, қайта қазып алмаққа әрекет қылып. Келесі күн көңілі құлбас бола, қашады жан ұшыра талас қыла. Құлбасы бірде дәулет, бірде күйші, баласына жүгіреді аласы. Осылай маза кетті қас батырдан, күндіз күлкі, түнде ұйқы қалған. Түсінен шошып тұрып сүрінді де, қуа қауышты өлімнен соққа алған. Абылдың күйі қалай дүбірлейді, жылатқан тас кеуделі Жөнейетті. Адамды жібітетін сөз ғана емес, күйшінің осы емес пе құдіреті. Қазақтың қасиетті күйі қандай, жан тербер өзгеше бір сыры бардай. Шығармаға ауырқау болған тағдырдың да алатұғын сабағы болды таудай.